Мәдинаға пайғамбарымызға суыт хабары жетті. Хабаршы қолындағы хатты Алла елшісіне табыстады. Хатта Құрайш мүшриктерінің Мәдинаны басып алу мақсатымен сақадай сай қаруланып жолға шыққандығы жазылыпты. Пайғамбарымыз көкесі Әзірет Аббастың қолтаңбасын дереу таныды. Расулланың бұйрығымен сол жердегі мұсылмандарға жәрдемші болып, әрі айналасындағыларды оқиғалардан хабардар етіп отыру үшін оның Меккеде тұрып жатқан жайы барды. Осы тұста пайғамбарымыз бір түс көріп, оны асхабына баяндайды. Мен керемет сауыт киген екенмін. Қылышым Зүлфихардың ұшының келтірілгенін көрдім. Бауыздалған бір сиыр, іле-шала бір қошқар көрдім. Асхабы, мұны қалай жорыдыңыз, уа Расулла, деп сұрады. Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам жауабы: бүгін сауыт Мәдинада қалатынының белгісі. Қылышымның келтірілгені зиянға ұшыраймын деген сөз. Бауыздалған сиыр сахабаларымның кейбіреулерінің шейіт болатынына меңзейді. Ал қошқар бір әскер қолына ишара, иншалла Алла оларды өлтіретін болады. Пайғамбарымыздың жұма күні көрген бұл түсі асхабымен соғыс жөнінде кеңесінде де әсер етеді. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам аңсар мен мұхаширлердің басшы кеңесшілерінің басын қосып жоғарыдағы мәселе төңірегінде кеңесті. Пайғамбарымыз көрген түсінің әсерінен Мәдинаны іштен қорғауды дұрыс деп ойлаған. Сонда да болса мұсылмандардың пікірлерін сұрағанды мақұл көреді. Сахабалардың көпшілігі пайғамбарымыздың көзқарасын мақұлдады. Бұрын-соңды ешбір жиналысқа қатыстырылмаған мұнафиқтар басшысы Абдулла ибн Убай да осы кеңеске шақырылған еді. Ол да Мәдинада қалғанды қолдады. Тек Бәдір шайқасына қатыса алмаған қаһарман жалындаған жастар, Бәдірге қатысып қайтқан замандастары мен шейіт болғандар қол жеткізілген ұлы дәрежеге ұмтылып қатыса алмағандықтарына ылғи да өкініш білдіріп жүретін. Осы себепті бойында қаны тасыған жігіттер дұшпанды Мәдинаның сыртынан күтіп алуға ниет білдірді. Уа Расулла, оларға жахилия кезеңінің өзінде Мәдинаға бізге қарсы басқа шауып төске өрлеуге рұқсат берілмеген. Ендігі жерде ислам билік құрғанда олардың Мәдинаға кіруіне неге тосқауыл қоймасқа? Уа Расулла, біз ұлы Алладан осы күннің болуын тіледік. Бізге қаланың сыртынан шығуға, жаумен бетпе-бет алысуға рұқсат ет. Енді бір тобы: уа Расулла, егер біз оларды сырттан тосып алмасақ, дұшпан бізді қорқақ, әлсізге жориды да батылдана түсуі әбден мүмкін, деп қиылды. Мұны айтқандар қатарында батыр әрі батыл Хамза Сағд ибн Убада мен және Нуман ибн Мәлик сынды жауынгер сахабалар болды. Әсіресе Әзірет Хамза: уа Расулла, саған кітап түсірген Алланың атымен ант етемін, мына қылышыммен Мәдина сыртында Құрайш мүшриктермен шайқасқанша нәр татпаймын, деп қолқалап қоймай қойды. Әзірет Хайсама Бәдір шайқасына қатысуға ниет білдіріп, ұлы Сағытпен араларында жеребе тасталып, ақыры Сағыттың жолы болғанды. Сағыт сол жолғы ұрыста шейіттік шәрбатынан сусындап, мәңгілік сапарға аттанған. Енді шейіт әкесі Әзірет Хайсаманың сөзіне құлақ түрсек: уа Расулла, Құрайштар шөлдегі барша араб тайпаларынан Ахабиштен әскер жинап келе жатқан көрінеді. Түйе мен атпен баса көкте келіп, біздің жерімізге түсіпті. Енді бізді сырттай қоршауға алады. Сосын келген жолдармен кері қайтады. Бірақ жай қайтпайды, әңгіме таратады. Жамандап, не түрлі ғайбат сөз айтпасына кім кепіл? Бұл олардың өздеріне деген сенімін арттыра түсуі мүмкін. Алла тағала бізді Құрайш мүшриктерінен басым түсірер деп үміттенейік. Олай болмаған күнде де өлерміз, шейіт болармыз. Мен Бәдірге қатыса алмай шейіттіктен махрұм қалып ем. Шейіт болуды
армандаумен күн кешіп келемін. Кеше түнде сол Бәдірде шейіт болған ұлымды түсімде көрдім. Ажарланып кетіпті. Жәннат бақшасында, бұлақ жағасында серуендеп жүр екен. Маған жәннатта жолдасым бол, мен Раббымның уәде еткен ақиқатына қол жеткіздім, деді. Таңертең ояна салысымен жәннаттағы ұлыма жолдас болуды армандай бастадым. Кәрілікте жеңіп барат, ендігі жерде я Алла қауышсам деймін. Уа Расулла, маған шейіт болу нәсіп болсын. Жәннатта ұлым Сағытқа жақын болайын.